Азық-түлік корпорациясы астықты сатып алу бағасын жариялады. Биыл коммерциялық ресурстардың сатып алу мөлшері 1 миллион тоннаға межеленіп отыр. Бұл туралы Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы ұлттық компаниясының басқарушы директоры Сәбит Қашқынбаев мәлімдеді. Айтуынша, 3 сыныпты тритикум, аистигум, бидай қосымша құн салығын төлеушілер үшін 35 мың теңге, төлемейтіндерге 33 950 теңге болмақ. Ал 2 сыныпта арпа құн салығын төлеушілерге 24 мың, төлемейтіндер үшін 23 280 теңгені құрамақ. Қосымша құн салығын төлемейтіндерге ұсынылған баға салық төлеушілер ұсынған бағадан 3%-ға төмен болмақ. Бұл шара қосымша құн салығын төлемейтін ұсақ шаруашылықтар мен қожалықтардың аталған салықты төлеушілермен бірдей баға орнатуын қамтамасыз етпек. Биыл Қазақстанда 17 миллион тонна астық жиналады, оның 7-8 миллион тоннасы ішкі сұранысты қамтиды деген жоспар бар. Қалғанын экспортқа шығару көзделген, деді Сәбит Қашқынбаев. Осы өндірушілердің бидай өсіруге жұмсаған шығындарын ақтау керек. Екінші жағынан біздің экспортқа шығаратын бидайдың бағасы бәсекелеске қабілетті болу керек. Жаңағы ішкі нарықтың бидайдың бағасы күрт түсіп кетпеуге жұмысын жол бермеу. Соған қарағанда біз бүгінгі күнге осы бидайдың бағасын белгілеп, соны жариялап отырмыз.